Тақырыбымызды ашу мақсатында ең алдымен жұмбақ шешіп алайық. Соңынан қалмайды, тоқтасан тоқтайды, үйге іздеп бармайды, тығылсан таппайды. Шешуін таптыңыздар ма? Дұрыс айтасыздар балалар. Жұмбақтың шешуі көлеңке. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлеңке қалай пайда болады. Сіздер бұл сабақта көлеңкенің пайда болу себептері мен ерекшеліктері туралы мағлұмат алатын боласыздар. Ендеше мына бейнематериалға назар аударыңыздар. Көлеңке қалай пайда болады? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-ға дейін санадым. Енді сендерді іздеп табамын. Уизи, сен мұндасың. Мені қалай тауып алдың? Мына жарықтың арқасында. Мен қобал жасам осы батырма жылтылдап кетеді. Мұнда сақылықтап тұрған кім болды екен? Бері шық. Енді тек Оли ғана қалды. Оли, қайдасың? Мұнда ешкім жоқ. Оли ешерден көрінбейді әлде, ваннада мекен. Сен осындасың ау деймін. Оли бұнда да жоқ. Уизи сені іздеп жүр. Мына ағашқа қараңдар. Көлеңкесіне қарасаң, ағаштың ар жағында Оли тұрған сияқты. Көрдіңдер ме? Табылды. Қане бері шыға ғой. Қалай тауып алдың? Көлеңкең арқылы. Қап, көлеңкемнің кесір екен ғой. Міне, менің де көлеңкем бар. Қызық. Көлеңке қалай пайда болады екен? Оны әкем білет. Жүр, сұрайық. Осы бір маңайда болу керек еді. Әке, кіруге рұқсат па? Иә, бірақ байқаңдар, мына жер қараңғы. Әке, неге бізде көлеңке болады? Көлеңке дейсің бе? Мен ешқандай көлеңке көріп тұрғаным жоқ. Неге көрінбейді? Қайда кетті екен? Жасырынып қалған ғой. Ендеше іздеп көрелік. Міне біреуі. Бұл менікі. Дейзидің көлеңкесін берген. Таныдым. Ал менің көлеңкем қайда? Әке, сонда біздің көлеңкеміз жарық сөтсен ғана көріне ме? Солай ма? Дәл солай. Қалай сонда? Маған бере тұрыңызшы. Қол шам, ол жасанды жарық көзі. Қабырғаға қарай түсірші, Дейзи. Уизидің көлеңкесіне қараңдар. Уизи, көлеңкеңді көрдің бе? Бұл, мынау сен бе? Уизидің көлеңкесі ғой. Бұл мен. Демек, қолшам жарығы қабырғаға түсірілгенде көлеңке пайда болады екен ғой. Дәл солай. Сендер қолшамсыз-ақ далада көлеңкелеріңді көріп келген жоқсыңдар ба? Әке, соны да білмейсіз бе? Күн жарқырап тұрғанда қолшамның не керегі бар? Күннің жарығы барлық жерді қамтиды ғой. Сонымен көлеңке дегеніміз не екен? Біз жарыққа бөгет жасағанда Пайда болатын қараңғылық күйі. Дұрыс айтасыңдар.
маған өзімнің көлеңкем ұнайды. Маған ұнамайды. Көлеңкенің бар да жасырына алмайсың. Оли, басқа ойын ойнайықшы. Мынау қандай жануар? Бұл қоян. Ал мынау ше. О, арыстан. Мысық. Борсық. Уф, уф. Ит. Енді осы тыңдағандарыңызды басты назарға ұстай отырып, келесі тапсырмаларды орындайық. Ол үшін оқулықтағы 54-ші бетті аша қойыңыздар. Тапсырма. Материалдардың қасиеттерін салыстыр. Негеш пен Эврика кейбір материалдардың қасиетін зерттеді. Жұмыс нәтижесін сурет түрінде бейнеледі. Олардың салған суретіне қара. Суреттегі заттарды қандай екі топқа бөлуге болады? Балалар суреттің ортасына неліктен күнді бейнеледі? Жақсы балалар, олай болса жауаптарыңызды тексере қойыңыздар. Жарық түзу сызықты, яғни түзу сызық бойымен таралады. Ол мөлдір және жартылай мөлдір заттар арқылы өте алады. Бірақ жолында мөлдір емес материалдардан жасалған заттар кездескенде, оларды тесіп те, айналып та өте алмайды. Сондықтан мұндай заттардың артында қара дақ пайда болады. Осы дақты көлеңке дейді. Жарайсыздар балалар. Енді топтастыру тапсырмасын орындаймыз. Яғни сіздер жарық шығаратын заттарды екі топқа бөліп, табиғаттағы жарық пен жасанды жарықты ажырататын боласыздар. Сабағымызды бекіту үшін мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Қайсысы көбірек жарық береді? Май шам, немесе үстел шамы ма? Қайсысы көбірек жарық береді? Күн, ай, немесе от па? Затқа жарық түскенде не пайда болады? Жақсы балалар, барлығыңыз бүгінгі сабақты түсінген екенсіздер. Енді мен сіздерге мынадай үй тапсырмасын бергім кеп тұр. Сіздер қолдың көмегімен түрлі бейнелердің көлеңкесін түсіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.